Мадияр, қош келдің. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қалайсың? Жақсымын, шүкір өзіңіз. Тендер қалай отыр? Жақсы, керемет бәрі. Есімде курс барысында қателеспесем 3 тендер өттің да? Иә. Сен бізде бірінші потокта болдың ғой? Аха. Курстан кейін қалай болды тендер саласы? Курстан кейін жақсы, шүкір, кішкене қорқыныштар болды, бірақ бәрі жақсы. 9 тендер өттік. 9 тендер? Иә. Қазір айлық табысың қанша отыр? Айлық табысым 500-550. 500 мың теңге да? Қысқаша. 500 мың теңге қысқаша. Ол тендерға дейін қай салада жұмыс жасадың? Тендерға дейін магазиндерде жұмыс істедім, сосын акиматта жұмыс істедім. Айлығың қанша болды? 70 мың теңге болды. 70 мың теңге? Иә. Қазір 500 мың теңге. Ол қалай, ризасың ба? Әрине ризамын. Енді тек 500 мың тоқталмайтын болармыз да? Иә, әрине. Планка қанша енді? Осы алдағы айда қандай жоспар құрып отырсың? Қандай табысқа шығамын деп? Планка енді ана айдағыны қайтадан орындау керек, және де миллионға дейін жеткізетін ойым бар. Тағы 500-дің үстіне 500 қосып, жалпы миллион шығарғың келіп отыр да? Іске сәт, тамаша. Жалпы қазір қай салаларда жүріп жатсың? Қандай бағытта? Қазір көбінесе электротовар, стройматериал. Стройматериал. Канцтовар да бар кішкене. Статустарынан байқап тұрам, А4 бумага сатып жатсың. Негізі көп тендер мамандар айтады ғой. Неге А4-ге қатыспаңдар, мошенниктер көп деген секілді. Бірақ сен оның бәрін керісінше дәлелдеп жатсың да? Бұл айтқан кезде енді тендер саласында жүріп, басқа мүмкіндіктерін көз ашып отыр. Қосымша табысым болды. Қосымша табысым болды да? Тамаша. Жалпы тендерға дейінгі өзіңнің көзқарасың қандай болды тендер туралы? Негізі енді тендерді көп уақыттан бері білеміз ғой. Тендер дейтін атауын білеміз да, бірақ қорқыныш болды бастап кетуге, жаңағыдай кімге барамыз, кімге жолығамыз, кімнен үйренеміз дейтін. Барған кезде оны лақтырып кетпей ма бізді деген көп қорқыныштар болды. Саған көп-көп рахмет сізге. Бізге осындай білім беріп, біз осындай табысқа шығарған. Шүкір. Іске сәт, пайдаға жарап жатсақ біз де қуанамыз. Жалпы тендер саласында тек қазір түсінуім бойынша Батыс Қазақстанда жүрсің, Иә. Ал Қазақстан аумағына қашан шығатын ой бар? Бұйыртса, тағы да бір-екі ай тәжірибе жинап алғаннан кейін Қазақстанға да шығамыз деп ойлап отырмын. Бұлай жалпы ой бар да? Иә, ой бар. Енді тендер саласында жұмысың осы жерде ме тек қана, әлде басқа акиматта, магазинде жұмыс жасап жатсың ба? Жоқ, қазіргі. Нақты. Фокус тендерда ма? Фокус тендерда, иә. Тамаша. Үйдегілердің көзқарасы қалай? Отбасыңның, әке-шешеңнің тендерға дейін. Басында енді кішкене ондай болды. Екі түрлі болды, екі ойлы болды. Сенген жоқ, өзім сияқты. Қазір шүкір, енді табысқа шыққаннан кейін көзқарастар өзгерді ғой. Жақсы бәрі. Ақша табуға болады екен? Болады екен, бар екен. Енді біздің оқырмандарға не айтасың? Оқырмандарға айтарым, келіңіздер, оқыңыздар, тәуекел етіңіздер, қорықпаңыздар.